Қайырлы күн. Бүгінгі қоғамдық тыңдауға жиналған көпшілік. Бүгінгі қоғамдық тыңдаудың регламенті бойынша жиналысымыздың төрағасын сайлауымыз қажет. Бүгінгі қоғамдық тыңдаудың төрағасы ретінде Шу қаласының әкім аппаратының бас маманы Нұрлан Ғабит бүгін сайлауды ұсынамыз. Қарсылықтарыңыз жоқ болса қолдарыңызға тұрсаңыз. Қарсылық болса Нұрлан төрағасы болып сайландыңыз, ары қарай сөз сізде болды. Қайырлы күн. Бүгінгі қоғамдық тыңдаудың тақырыбы Шу мұнай өнімдері жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің мұнай өнімдері қоймасын қоршалған ортаға әсер етуінің 2027-2036 жылдар аралығында нормативтік құжаттарын рұқсат алу. Бастамашы Шу мұнай өнімдері жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, жобалаушы ЕКОКС жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Ашық жиналыстар арқылы қоғамдық тыңдаулар өткізу үшін, жалпы жиналыстың хаттамасын енгізу үшін ашық қоғамдық тыңдаулардың хатшысын және дауыстарды санауға жауапты тұлғаны сайлау, сондай-ақ қоғамдық тыңдауларды өткізу ережесін бекіту қажет. Жалпы жиналыстың хатшысы және дауыстарды санауға жауапты тұлға болып, ЕКОКС жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің өкілі Есімбекова Гүлсім Құдайбергенқызын сайлауды ұсынамын. Ары қарай ашық жиналыстар арқылы қоғамдық тыңдаулар өткізу регламенті баяндашылардың баяндамалары 5 минут, баяндамаларды талқылау және қоғамдық тыңдауларға қатысушылардың ескертулері мен ұсыныстарын тыңдау. Баяндамашылар өз кезегінде қоғамдық тыңдауларға қатысушылардың ескертулері мен ұсыныстарына жауап береді. 10 минут. Қоғамдық тыңдаулардың қорытындысын шығару 2 минут. Дауыс беріңіздер. Бәрі дауыс берді. Қарсы қалған ешкім жоқ. Ендігі сөз кезегі баяндамашы ЕКОКС ЖШ ұйымының өкілі Есімбекова Гүлсім Құдайбергенқызына беріледі. Рахмет. Қайырлы күн деп амандаса кетейік. Біз бүгін қоғамдық тыңдауға жиналып отқан себебіміз осы Шу мұнай өнімдері жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің мұнай өнімдерінің қоймасын қоршаған ортаға әсер етуінің нормативтік рұқсат құжаттарын алуға 2020-2036 жылдарға сол бойынша қазіргі қоғамдық тыңдау өткізіледі. Біз енді қазір жалпы қысқаша баяндама жасап кететін болсам, бұл Қазақстан Республикасының экология кодексінің 58-ші бабының 2-ші тармағына сәйкес, 73-ші бабының 1-ші тармағына сәйкес қоғамдық тыңдаулар өткізу қағидалары бекітілген. Бұл қағидаларда бізде бірінші порталда тапсырылады, ұсыныс беріледі. Сол ұсыныс бойынша бізге талап бойынша біз нені өткіземіз, хабарлама алеміз. Осындай видео, мынандай құжаттарға мынандай не өткізіледі депші. Қоғамдық тыңдау өткізіледі. Қоғамдық тыңдау мысалға бізде облыстық Магнолия газетінде шықты. Ол өзінің номері бар, қазір қалып танысаңыздар болады. Одан кейінгі теледидарда жүгіртпе жолдарында оның өзінің несі бар, қай кезде өткенінің бәрі. Және осы Шу қаласының әкімшілігінің алдында хабарлама ілініп тұрды. Және осы жерде осы Шу мұнай өнімдерінің тақтай несі бар, ақпарат тақтайшасында ілініп тұрды. Сондықтан біз бекітілген қағидалармен толық жұмыс істеп жатырмыз. Қоғамдық тыңдаулар өткізу қағидалары Қазақстан Республикасы экология, геология, табиғи ресурстар министрінің міндетін атқарушы 2021 жылғы 3 тамыздағы 286 бұйрығымен бекітілген. Бүгінгі қоғамдық тыңдау жоғарыда көрсетілген бұйрықтың 2-ші тарауындағы ашық жиналыстар нысанда өткізу тәртібінің барлық тармақтарына сәйкес орындалып отыр. Өйткені біз бәріміз жиналып отырмыз осы жерде отырғанда. Біз хаттамаға тұтас тіркелдік, бәріміз осы жерде отырмыз. Осы аталған нысан бізде осы Жамбыл облысы Шу қаласы Автовазовский көшесі 2-ші А мекен-жайында орналасқан. Нысанның аумағы 4 гектар 142 гектарды құрайды.
4,122 гектарды құрайды. Кешіріңіздер. Қазақстан Республикасының 2021 жылғы 2 қаңтардағы нөмір 400-ші бұйрығы бойынша экологиялық кодекстің 7 тармақтың 2 бөліміне сәйкес қоймадағы жинау, сақтау, жер үсті немесе жер асты мұнай және оның қайта өңдеу өнімдері мұнай базасы айтып кеткендей қауіптілігі бойынша 2 санаттағы кәсіпорындарға жатады. Мұнай базасының негізгі қызметі мұнай өнімдерін сіздер қабылдайсыздар, бұл жерде одан кейінгі сақтайсыздар, одан кейін таратасыздар. Мұнай базасының негізгі қызметі жаңа айтып кеттік. Жалпы кәсіпорындарда, осы кәсіпорында мынандай жұмыстардың түрлері орындалады. Теміржол вагон цистерналардан мұнай өнімдерін резервуарға қабылдайды, мұнай өнімдерін резервуарда сақтайды, мұнай өнімдер резервуардан автокөліктермен жіберіледі мекемеге талабы сұранысы бойынша. Мұнай өнімдерін мұнай базасына келу теміржол цистерналарымен теміржол арқылы жүзеге асырылады. Мұнай өнімдерін қабылдау теміржол цистерналарының жер үсті болат цилиндрлік резервуарларға бойынша жүзеге асырылады. Мұнай базасында мұнай өнімдерін жүзеге асыру және өткізу көлемі жылына бензин 6228 тонна, дизель отыны 4370 тонна деп бізге анықтама бойынша берілген болатын. Біз сол анықтама бойынша жобаны жасадық. Осы жоба бойынша кәсіпорында атмосфераға ластаушы заттар шығарындардың 15 көзі бар екен. Оның ішінде ластаушы заттардың шығарындаларының 11 ұйымдастырылған көз, және де ластаушы заттар шығарындыларының ұйымдастырылған 4 көзі бар екен. Осы ластаушы көздерден бізде 17 атаудан құралған ластаушы заттар шығады екен. Ол 17 ластаушы заттардың жылдық ауаға шығатын көлемі 14,892 тонна деп біз проект бойынша есептеп отырмыз. Ал осы ластаушы көздердің шаң, газ тазарту орнатылған жабдықталған ондаймен көздер жоқ екен. Орысша айтқан кезде күле газоуловительдер олар жоқ қой. Біз соны көрсетіп отырмыз, ондай жоқ деп. Қазіргі осы ластаушы заттардың 10 атауы кәдімгі газ тәрізді ластаушы заттар. Олар оксид тотығы, оксид қос тотығы, көмірсутек, күкірт қос тотығы, көміртек тотығы, көмірсутектілер, және де амилендер, бензол, ксилол, толуол, этилбензол, формальдегидтер, алкандар. Ал қатты ластаушы заттар күйе ғана есептелінеді. Бұл мекемеде сумен қамтамасыз ету, сумен жабдықтау көздері, ауыл шаруашылық, ауыз су, күнделікті қолданатын судың бәрі осы жергілікті сумен қамту, тарату жолымен жабдықталған. Су құбырымен келеді. Су құбырымен тәулігіне 0,04 текше метр су қолдану жүзеге асырылады екен. Тұрмыстық сарқынды сулар су өткізбейтін шұңқырға ағызылып, одан кейін бізде келісім шарт бойынша тазарту жақын жердегі бізде су сарқындыларын қабылдайтын арнайы кәсіпорындар осы жаққа өткізіледі. Енді кәсіпорынның су қорғау аймақтарыменен және де су белдеулерінен бұл нысан алыс орналасқан жерде өзен, көл жанында ағып жатқан жоқ. Жоқ қой сіздерде? Бізде соны көрсетіп отырмыз. Кәсіпорынның өндірістік қызметі барысында аралас коммуналдық қалдықтар шығады. Ол коммуналдық қалдықтар
болып есептеледі. Майланған шүберек қалдықтары, резервуарларды тазарту кезінде шлам бар, сол ауланың сыпырынды қалдықтары, мотор майлары, аралас коммуналдық қалдықтар қауіпті емес. Оның көлемі шығатын 0,75 тонна жылдық болып есептелінеді. Ал резервуарлардан шығатын шламды тазаланғаннан кейінгі 0,15 жылдық болады. Барлық қалдықтар қақпағы бар конвейерлерде жинақталады және де уақытша сақталады. Ол қатты және табаны қатты неған бетондалған және де жан-жағы үш жағынан қоршалған алаңда орналастырылған ол ненің бәрі бізде контейнерлердің бәрі. Осы қалдықтардың бәрі арнайы келісімшарт бойынша арнайы мекемелерге өткізіледі. Енді біздің осы мұнай базасы бойынша біздің кішкене ғана сіздерге түсінікті болсын деп кішкентай аз ғана баяндап жасадық. Осы баяндамамыз аяқталды. Сіздерде сұрақтар болса, мен сұрақтарыңызды сіздер мүмкін осы ненің мұнай базасының несін жақсарту үшін өздеріңіздің ұсыныстарыңыз бар шығар. Қалай жұмыс істеу керек, кішкене қосу керек пе, басқа бір міндетті айта кетсеңіздер. Ладно, сіздерде. Слышу. Бәрі понятно. Онда мен сізге сөз мен дайындағым бітті. Тыңдағандарыңызға рахмет. Келіспеушілік жоқ. Бұл жоба экологиялық нормаларға сай және ауаның ластануына қауіп төндірмейді. Барлық ұсынылған материалдар қолжетімді және түсінікті болды. Қатысушылардың шешімімен қоғамдық тыңдаулар өтті деп танылды. Барлық қатысушыларға қатысқан үшін алғыс айтамыз. Барлық айтылған ұсыныстар мен сұрақтар хаттамада ескеріледі және мемлекеттік экологиялық сараптаманың қорытындысы бойынша тиісті шешімдер қабылданады. Осымен